Жамағат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі іргелі зерттеу орталықтарының бірі болып табылатын Фесенков атындағы ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы мекемесінің ғылыми мәліметіне сүйеніп, сондай-ақ көрші Өзбекстан және Қырғызстан мұсылмандары діни басқаларымен кеңесіп, Рамазан айының басталатын күнін белгіледі. Шариғат үкімі мен ғылыми зерттеу жұмысының қорытындысына сәйкес, мұсылмандар асыға күтетін Рамазан айы биыл елімізде 24-ші сауыр күні басталатын болды. Алла тағала сіздер мен біздерді қасиетті Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп етсін. Шариғат бойынша балағатқа толған, ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Алайда жолаушыларға, сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенсе және сенімді дәрігер ұзақ уақыт бойы ашығудан денсаулығы күрт нашарлап кетуі мүмкін деген шешім қабылдаса, сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұту кейінге қалдыруға шариғат рұқсат етеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қасиетті Рамазан айында індеттің таралуының алдын алу мақсатында карантин мерзімінде тарауых намазын мешіттерімізде жамағатпен оқылмайтынын мәлімдейді. Әркім тарауых намазын өз шаңырағында отбасы мүшелерімен оқуына кеңес береміз. Біз осылай оқшалану арқылы жұқпалы індетті жеңеміз, иншалла. Жұқпалы індеттің таралуының алдын алу мақсатында мешіттерде, дәмханаларда, қоғамдық орындарда, тағы басқа мекемелерде жиналып ауызашар беруді уақытша тоқтатуға шақырамыз. Сондықтан карантин күндері әркім өз шаңырағында отбасы мүшелерімен ауызашар өткізуге, көпшілік орындарда, дәмхана, мейрамхана, тағы басқа орындарда жиналмауға үндейміз. Қазіргі жағдайға қарай ораза ұстаған адамдарға ауызашар беруде мынандай қайырлы амалдарды жүзеге асыруға шақырамыз. Мейрамханаларға тапсырыс беріп, аузы берік адамдарға тамақ тарату, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік тарату арқылы ауыз аштыру. Ауызашарға жұмсалатын шығындарды ораза ұстаған адамдарға қаржылай беру. Тағы да кімнің қандай мүмкіншіліктері бар, шамасы келгенше осы айда көбірек сауап жасауға тырысуға шақырамыз, құрметті ағайын.